Армысыздар, құрметті қонақтар, ардақты ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі ұстаздар күні мерекесіне арналған үлкендер жолы ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып атты мерекелік кешке, кездесу кешіне қош келдіңіздер. Ақылмен түйсініп, жүрекпен сезінетін, пайым парасатымен, талған танымымен танылатын асыл жандар. Интеллектуалдық әлеуеті мықты, эрудиясы жоғары, сөзі маржан, үні ән ұлағатты ұстаздар. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақыт, елімізге тыныштық тілейміз. Құрметті ардагер ұстаздар, физика пәнінің мұғалімі, бірнеше жылдар директордың оқусы жөніндегі орынбасар қызметін атқарған. Бүгінгі күні аяулы жар, асыл ана, құрметті әже, бүгінгі күні бейнетінің зейнетін көріп отырған ауылымыздың тұрғыны Баймұқашева Жаңылсын Әділгерейівна. Және бастауыш сынып мұғалімі Ақынжанды ұстаздық жолын өз туған жерінен бастап, тавандай 40 жылдан аса еңбек еткен, бала тәрбиесімен айналысқан, бүгінгі күні аяулы жар, асыл ана, құрметті әже, ауылымыздың құрметті ұстазы Янторсина Күләш Боранбаевна. Қош келдіңіздер. Бүгінгі шарамызды бастамас бұрын, Жаңылсын Әділгерейівна, мен сізге бір сұрақ қоюдан бастағым келеді. Жалпы, Жаңылсын апай, сіз ғұмырыңыздың жартысын мектеп өміріне арнадыңыз. Осы мектеп өмірінде пән мұғалімі бола жүріп, оқусының орынбасарына дейін көтерілдіңіз. Енді бір сұрақ, сол кезде өзіңіз қызмет атқарған кездегі басшылық қызмет атқан директорларыңыз есіңізде бар ма? Соларды бізге айтып бере аласыз ба? Мен сонау 1976 жылы Орал қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы ол кезде қазір өзіміздің Махамбет Өтемісов атындағы педагогикалық институт бітірген жылы өзімізден мына 30 шақырым жердегі Қарағаш ауылына ұстаз болып бардым. Сол кездегі басшыңыз кім екен, Әділгерейівна? Сол кездегі менің басшым Жұмашева Күнсұлу Жұмашевна. Рахмет. Одан кейін мен өзім осының орнына сайланып 81-ден 84-ге дейін өзім директор болдым сол мектепте. Өте жақсы, апайымыз директорда болған екен, шапалақтап қояйық. Одан кейін 84 жылы осы Новопетровка, қазіргі Қарағаш ауылына келіп, осында еңбек еттім. Ол кездегі мектеп басшысы Құдайберген ағай. Құдайберген ағай. Аймұрзиев, Құдайберген ағай, бірінші басшыңыз. Одан кейін, ол кісіден кейін, осы мектепте басшы болған, ол кісіден кейін Хамид Салаватович. Хамид Салаватович болған екен. Одан кейін Абилманов. Адылхан Абилманович. Содан кейін бар Каленов Оразбай Базарбаевич. Оразбай Базарович. Одан кейін бар ол кісіден кейін Кубыбай Болатыршкалиевич. Одан кейін Теміргалиева Светлана Ашқатовна. Осылар басшылық қызметін атқарды. Яғни апайымыздың өмір жолында бірнеше басшылар болған екен, бүгінгі күнде ол кісілер бар, ішінде де Құдайберген ағай мәңгілік мекеніне кеткен. Ендеше Жаңылсын Әділгерейівна, осы мереке алдында мен сізге бір тосын сый жасап, осы басшыларыңыздың біреуін әдейі сізге шақырып, сіздің мерейіңіз үшін сіздің бір басшыңыз келіп отыр. Ортаға шақырайық, қарсы алайық. Ашып бер. Қарсы алайық, Каленов Оразбай Базарбайұлы. Сіз үшін әдейі осы мерекеге келген, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Рахмет, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Рахмет көп-көп. Төрге шығыңыз, төр сізге. Мына Әділгерейівнаның ар жағына отыра қойыңыз.
Оқушылар бір мезгілдері осы Кіп Кішкенбайұлы деген ағайларыңыз, қош келдіңіз. Енді Күләш Боранбаевна, сізден бастағым келіп тұр сұрағымды. Әрине, сізде осы салада, осы мектепте, туған жеріңізде бірнеше жыл бастауыш сынып мұғалімі болды деп айтып жатырмыз. Сол бастауыш сыныптағы, осы мектепте жасаған кездегі өзіңіздің бастауыш сынып мұғалімдеріңіздің атын ұмытпадыңыз ба екен? Сол туралы сұрасақ. Бастауыш мектепте бірге жасаған. Иә, бірге жасаған әріптестеріңіз. Ұмытқан жоқпын, әрине. Ең үлкені бізде бастауыш сыныпта Гүлшат Шоқтиевна болды. Ол кісіні біз капитан деп атадық. Ақмарал Мақсутовна болды. Ақмарал Рахметулиевна болды. Өте жақсы. Гүлжан Науханна болды. Бәріміз осы бастауышта бірге жасадық. Бірге жасады. Яғни апайдың да әрине қазір ойына түспей отырған шығар. Бірнеше әріптестермен бастауыш сыныпта Салтанат Сағынбаевнамен бірге жасадыңыз да, есімізде бар. Ендеше Күләш Боранбаевна, бүгінгі осындай шуақты, күздің шуақты күнінде сізге де тосын сый жасап, сіздің де әріптестеріңіз осы сіздің мерекеңізге арнайы келіп, сізге қуаныш сыйлағалы тұр. Тағы да тосын сый шақыра қояйық ортамызға. Сіздің алдыңызда Гүлзира Наухановна. Қош келдіңіз, апай. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Гүлзира Наухановна. Рахмет, отыра қойыңыз. Әріптестер, бұл да біздің осы мектепте қызмет жасаған бірнеше жыл бастауыш сынып ұстазы. Және сонымен қатар Күләш Боранбаевна тек қана бір ғана қонақ келген жоқ. Сізбен бірге өзіңіздің әріптесіңіз, жаңағы айтып жатырсыз. Біздер осы мектепте алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі болған Ыршан Дүйсенгалиевич, Дамиля Бақасовна және өзіңіз айтқан Ақмарал Мақсотовна. Қарсы алайық. Қош келдіңіздер, саламатсыздар ма? Көрлеңіздер, амандасып. Саламатсыздар ма? Кіре беріңіздер. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Апайлармен амандасып, Ыршан Дүйсенгалиевич төрге қарай шығыңыз. Ыршан Дүйсенгалиевич төрге қарай шығыңыз. Мына жерге отырасыз ба, қай жерге? Енді кішкене. Шыға беріңіздер, әрине. Төрге шығыңыздар. Төр сіздердікі бүгінгі. Қоңырау үні шіркін. Осы жерде отырған құрметті ұстаздарымыздың да есінде шығар. Сонау Ыбырай Алтынсарин дала қоңырау деп аталған ұстаздарға құрмет әрине бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келе жатыр. Сондықтан да осылай қоңырау үні естісек, бізге балалық шағымыз еске түсіреді. Сыныптастарымыз бірге ойнаған, алғашқы әріп танытқан ұстаздарымыз, алғаш рет бізді санға үйреткен ұстаздарымыз есіме түседі. Сондықтан да бұл қоңырау үні әрине бәрімізге де ыстық. Бүгінгі шарамызды осы қоңырау үнімен бастауды жөн көрдік. Сыңғырлаған күміс қоңырау шіркін үннің қандай тәттеді. Қоңырау үнін естісек, мектепке қайта оралғандай боламыз. Бәрімізге де қоңырау үні өте ыстық. Жаңа қоңырауда бастап әріптестеріңіз өздеріңізге бастап беріп жатса, ол өздеріңіздің жүректеріңізге бір ыстық сезім білдірген деген ниеттеміз. Құрметті біздің кешімізге қатысушы қонақтарымыз, бәріңізде қош келдіңіздер. Мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, құрметті көрермендер, қонақтар, ән шашу 4-ші сынып оқушылары, ұстазымен оқушылары, да? Бар ма? Дайын ма? Аямай тер төгесін, тәрбиемен тәлімге, өз баландай көресін, шәкіртінің бәрінде, еңбегім бар есімім, келешекке қалдырған, бала
үшін мәңгі жас шағым, тұп-тұнық таза бастауым, ұстазым. Жүректе қалар төрінде, әр сөзің қуат көңілде, жолдама берген өмірге, ұстазым. Өмір жайлы ойласам, сан санаққа салады, дәл өзіндей бір адам жақсы көрмес баланы. Секілдесе биік күн, маған асқақ болды, еркелейтін енетім, бейнетім мен зейнетім, шәкірттерің сенің айлығың. Аласырмайтын асқарым, мен үшін мәңгі жас шағым, тұп-тұнық таза бастауым, ұстазым. Жүректе қалар төрінде, әр сөзің қуат көңілге, жолдама берген өмірге, ұстазым. Бірер күннен соң республиканың түкпір-түкпірінде ұлы ұстаздар күні тойланбақ. Осы ұстаздар күніне орай ұйымдастырылған кешімізге келгендеріңізге басымызды еп алғыс айтамыз. Әл-Фараби ұстаз жаратылысының өзіне айтылғанның бәрі жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын жақындарынан да, жат адамдарынан да әділ. Жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқынышпен жасқануды білмейтін батыл ержүрек болу керек деген. Байқайсыздар ма, бұл сөзден біз бүгінгі қонаққа келіп отырған ұстаздарымыздың бейнесін көреміз. Ендеше Оразбай Базарбаев сұрағымды сізден бастағанды жөн көріп отырмын. Сіз басқарған мектептің соның ішінде, сол кезде Новопетровка, қазіргі Қуағаш мектебін 1995-2005 жылдары небәрі 29 жасыңызда ғана басшылық қызметті басқарған екенсіз. Алғашқы еңбек жолыңызды бастауыш сынып мұғалімінен бастап, мектеп директоры, аудандық білім бөлімінің басшысы, қазіргі уақытта университетте білім беру саласының үздігі төс белгісімен марапатталып отырсыз. Бұл үлкен жетістік. Сіздің тұлғаңыз сол кездегі оқушылар үшін түріңіз қатал, сөзіңіз өткір, тіліңіз шешен, бірақ жас болсаңыз да адал және талапшыл басшы болғансыз. Бірақ қабілетіңіз жоғары болғандығы сол аудан бойынша қабілетті, дарынды бала деген бағдарламаны жүргізіп, кішкентай мектепте алғаш рет облыстық семинар өткізген екенсіз. Директорлық қызметтегі тұлғалық талабыңыз қандай болғанын бізбен бөлісе кетсеңіз. Құрметті мектеп әкімшілігі, Айман Кеңесбаевна, ұстаздар, қалай берді әріптестеріміз, Жаңылсын Әділгереевна, Күләш Боранбаевна, Гүлжан Науқанына үлкен бір жақсы сезімде тұрмыз. Мына мектепке де, үлкен ғимаратқа да бірінші алғашқы келуім екен, мүмкіндіктер болмапты. Мына мектепті көріп, бұрынғы өзіміздің жұмыс жасаған мектебіміз салыстырып, мынау біздің сол кездегі арманымыздағы мектептер ғой енді. Армандап кеткен мектепте жаңағы келіп, осы ауданның ең түкпіріндегі шалғайдағы жерде осындай мектеп болғанына қуаныштымын. Енді осы мектепте қызмет етіп жатқан ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс, табандылық, шыдамдылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, отбасылық жаңағы амандықтарыңызды тілейміз.
Енді жаңа кейбір біздің осы мектепте қызмет істеген жылдарымызды, одан кейінгі жылдардың бір сәттерін айтып кетіп жатыр. Шынында да 2095 жылдан бастап келдік. Осы жерде қызмет еттік. 10 жылдай. Қазір енді сол кезде өткенде бір есім алып, осы Айман Кеңесбаевның айтқаннан кейін келеміз, келмейміз деген түрлі бір келмейміз дегенде жұмыс бабыменен бір рет шықпай қалама дегенде күдіктер болып есімізге алып жатырмыз. 95 жылы осы Қуағаш орта мектебінде оқушылар саны есіме түсті. Қағаздарымды бұрынғы қарап ақтарып едім, одан таба алмадым, бірақ бір жерде бір жазып қойғаным бар екен. 317 бала болған екен. 95 жылы 317 бала болған екен. Ұмытпасам, 51 мұғалім болды. Жаңа тек персоналды қоспағанда, оның сыртында интернат болды, онда балдар болды, тәрбиешілер болды. Қиын жаңағы кездерде болды. Бірақ соның барлығын осы да отырған ұстаздарменен бірігіп, шашау шығармай, бір бағытта еңбек еттік. Сол еңбек еткен кездерімізді, жалпы еңбек еткен кезімді, сіздермен бірге еңбек еткен кезімді үлкен бір мақтанышпен, жақсы сезімменен еске аламын. Сіздер әрқашанда бірге жұмыс жасаған уақытымыз, сіздермен бірге жұмыс жасаған уақытымыз жақсы бір сезімдерді ұялатады көкірегімізге. Сол кездегі біздің жаңағы оптимистік болашаққа деген жаңағы сенімділігіміз, сіздердің қолпаштауыңыз өте жоғары болды деп есептеймін. Соның арқасында сіздер де жаңағы аман сау зейнеткерлікке шығып, үлкен жаңағы бүгінгі таңда соның зейнетіңіздің рақатын көріп отырған ұстаздар деп есептеймін. Тағы да құтты болсын мейрамдарыңыз. Өте қуаныштымын. Мына мектепке жаңа басшы келіп жатыр, Айман Кеңесбаевна. Бұл кісінің де еңбек өтілі, анкетный данныйларын бәрін білетін боларсыңыз енді. Бойында жаңағы күш жігері бар, энергиясы көп, тәжірибесі одан да көп, іскерлік қабілеттері бар. Соның арқасы болар, осында келмей жатып бәріміздің басымызды қосып, сіздердің алдарыңызға келіп отыр. Бұл жерде енді Айман Кеңесбаевна, мектеп басшылары, әкімшілігі сіздерге жақсы болашақта үлкен жетістіктерге жетеді деген ойдамыз. Біздің қазіргі уақытта мынандай мектепте елде жаңа ауылды көріп жатырмыз. Кейбір жаңағы көңіл құлазытатында бір сәттері бар, жақсы жетістіктер де бар екен. Мектеп салынған, үлкен жаңағы жақсы үйлер салынған. Соның барлығы еліміздегі жақсылықтар әлде де болады деп есептейміз. Мұнда жас коллектив сияқты бәрі жастар. Осы жастарды Айман Кеңесбаевна өзіңіздің басшылығыңызбенен болашаққа деген сенімдерін, болашаққа деген көзқарастарын табандылықпенен алға сүйрейді деп есептейміз. Тағы да құтты болсын енді ұстаздар, мерекелеріңіз. Мынандай жаңа кішкентай бүлдіршіндеріміз өлең айтып жатыр. Көптен бері осы кішкентай бүлдіршіндердің дауысын естімегесін бе екен, өлеңдерін жаңағы дауыстарын естіп жүрегіміз толқып жатыр. Біздер енді қазір кішкене мектептен алыстап, жоғарғы оқу орындарына кетіп қалғасын, сәбилердің ортасында жүрген тамаша кез деп есептеймін. Осылардың ашық, жарқын үндерін естіп жүргеннің өзі үлкен бір ғанибет деп естеймін. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Айман Кеңесбаевна, тағы да рахмет сізге. Рахмет.
қожыманың төңірегінде осындай ұйымдастырып жатыр, келесіңіз де келсін. Алпан топанымыз шығар, жұмыстарымыз басымыздан асып жатыр. Телетрасынан құрғыл келмейді деп. Құрғыл келмейді деп, мынау осы таңдайтында уақытымыз болмады шыны керек. Мынау кітапханаңызға бір шағын сыйымызды алып келгенбіз. Мынау қазақ рухы дейді, Мұрат Әуезовтің кітабы, Мұхтар Әуезовтің энциклопедиясы. Кітапханаңызға мүмкіндігіңіз болса оқып танысасыз. Мен әлі оқып білген жоқпын, білмеймін, бірақ осы Мұхтар Әуезовтен асқан қазақта дана адам жоқ деп есептейміз. Біздің білетін современник дейміз. Сондықтан оқушылар да оқып, мына Мұрат Әуезовті міндетті түрде оқу керек. Осы кісінің енді өмір жолын бұл кісінің айтпаған, бұл кісінің жария қылмаған отбасындағы жағдай, немесе сол кездегі әлеуметтік, немесе идеологиялық жағдай, саяси жағдайды осы кісі жазғанын, айтқанын білеміз. Осының ішінде қазіргі уақытта жаңаша ойлау керек, жаңаша ой түйіндеу керек, сараптамалар жасау керек деген ойменен осы кісінің мынау әкесі, мынау баласы естеліктері бар, жақсы ғибратты сөздері бар. Осыдан тәлім алып, болашақта осы бүлдіршіндеріміз бар, өзіміз бар, жақсы бір кішкентай болса да тәрбиемізге, өмірімізге бір үлес қосады деген есептейміз. Мынау кітапханаңызда. Қоластында түскен настольный календарь университетіміздің оқып, қарап, ішінде сайттары бар. Мұғалімдерге берсеңіз, бүкіл ақпаратты осыдан аласыз. Рахмет. Бәрекелді, қошеметтеріңіз, рахметімізді айтамыз, алғысымызды айтамыз осындай ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Аға, енді өзіңізге дайындалған бейне жазбамыз бар, шәкірттеріңіздің бейне жазбасы, қабыл алыңыз. Құрметті Қуалаш мектебінің ұстаздары, қадірлі ауылдастар, бүгінгі мерейлі мерекеде бізді білімнің кәусар бұлағын дарытып, азамат болып қалыптасуымызға өлшеусіз үлес қосқан аяулы ұстаздарымызға шын жүректен алғыс айтамын. Алтын Владимирқызы, Сапара Сақыпқызы, Ертеман Махметқызы, Бақтылы Бекежанқызы, Айман Ахметоллақызы, Жұман Еркінғалиұлы, Қуар Шәріпқызы, Зайда Тауфиққызы және 1988-1998 жылдары мектебімізде еңбек еткен барша ұстаздарға, сондай-ақ ұжымға басшылық жасап, мектептің дамуына ерекше еңбек сіңірген Оразбай Базарбайұлына ұстаздар күніне орай ізгі тілегімді білдіремін. Бізге білімнің шамшырағын жағып, өмірлік жолымызға жарық түсірген ұстаздарымыздың еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Өмірден өткен ардақты ұстаздарымыз, алғашқы ұстазымыз Валентина Байболатқызы, Дүйсенбай Ғиззатұлын, Сақып Бердіұлын, Атлас Шамшықызын бүгін күні зор құрметпен еске аламыз. Олардың есімдері біздің жүрегімізде мәңгілік қастерлі. Сіздердің әр сабақтарыңыз, әрбір айтқан тәлімді сөздеріңіз біз үшін өмірлік ұстанымға айналды. Сол үшін мың алғыс білдіремін. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, ұзақ ғұмыр және шәкірт құрметіне бөлене берулеріңізді тілеймін. Сонымен бірге, бүгінде мектеп тізгінін ұстап, жас ұрпақ тәрбиелеу ісін жалғастырып отырған Айман Кеңесбайқызы бастаған қазіргі ұстаздар қауымына шығармашылық табыс пен зор жетістік тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын, қадірлі ұстаздар. Рахмет, мерекелеріңіз құтты болсын. Келесі кезекте құрметті Рыссан ағай, қош келдіңіз. Сізді шәкірттеріңіз былай есіне алады екен. Аудио жазба бар, бәріміз мұқият тыңдасақ. Рыссан ағай бізге үлкен класста сынып жетекші болды. Ол кісі деген кез келген жаңағыдай бір көрініс, бір қойылымдарда жаңағыдай немесе сайыстарда ешқандай дайындықсыз бізге сен осындай, сен осыны істейсің, сен осы істейсің деп ол кісінің жаңағы алғашқы әскери дайындық сабағын берекесін бекені сондай қасиеттерді адам мойны көрегендік дейді ғой, сондай қасиетті көреді ме деген сондай дүниесі болды. Соны айтып, соны бойынша істейміз. Соны
Сұлтанның бірінші оралған кезіміз бұл. Тағы да басқа сайыстарда жүлделі орындар алып сол кісінің жетекшілігі. Сондай жақсы естеліктер есімізде қалды. Енді Ышан ағай сіз туралы шәкіртіңіз айтып жатыр. Түсінген шығарсыздар. Кімнің дауысы екенін аңғармадыңыз ба? Айыра алмаймыз. Айыра алмаймыз. Жаңағы 86 жылғылар сізді еске алып, бізді ағай деген осындай сайыстарға дайындай отыр. Сен мына рөлді ойнайсың, сен мына рөлді ойнайсың деп бұйып беретін еді. Бірақ қай сайыстарда біз дайындалмай бірінші орын алатын. Сол кезде ағайымыздың көрегендігі бізге сенімділігі ғой дейді. Бүгінгі күні бәріміздің тұлға болып қалыптасуымыз осы ағайымыздың бізге деген сенімділігінің арқасы шығар дейді. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтамын. Кезекті ағай, өзіңізге сұрақ, жаңағы айтып өткен аудио жазбада да айтты, Айман апайымыз да айтты. Бұл сіздің оқушы бірінші орын алып келеміз дейді. Соны ағай өзіңізден, аузыңыздан естісек, бұл қасиет пе, әлде оқушыларға деген еркіндік пе? Сенім сыйлау ма? Қайырлы күн, біріншіден бәріңізге құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгін мына ұлыстың ұлы күні, мұғалімдер күні қарсылап, мынандай ерекше мектепте бұрын болмаған жағдайды жасап жатырсыздар. Көп-көп рахмет. Енді мен осы мектепте 20 жыл қызмет жасадым, осы ауылда туып өстім, осы мектепте бітірдім. Одан кейін Шыңғырлау совхозы деді ғой бұрын. Совхозда қарапайым жұмысшы болып, бастап сосын мектепке ауысып, оқу бітіріп, осында болдым. Енді жаңағы айтып өткен жағдайлардың бәрінде біз бастан өткердік. Мына тұрған жағдайдың біреуі де болған жоқ. Тіпті жарықта болған жоқ кезде. Таңертең қараңғыда келіп, жуылған пол кеппейді, қатық болады. Сонда зырғанақ теуіп жүрген осы оқушылар болды. Осы бәріміз санаттар, бәрі де біздің оқушыларымыз. Айман Кеңесбаевна мен мектепке келгенде 4-ші класс оқитын еді. Енді міне уақыттың өтуіне байланысты бәріңіз де өсіп жетіліп, мұғалім болып, балдарға білім беріп жатыр екенсіздер. Енді құтты болсын, жұмысыңыз жемісті болсын. Әрине көп айтуға болады. 20 жылдың ішінде жағдайлар көп болды. Қызықты да болды, қиын да болды. Мұндай біздер тонау қарағаштан ағаш жасайтынбыз. Оны келіп пісіріп, оны осы өздеріңіз қылды балдар кесіріп тұрды, оны жақтырып, солай әйтеуір мына қайткенде де оқу процесс тұрмау керек. Ондай болған жоқ. Енді ол мына бірліктің отырғанын басшылардың, жаңа айтқан Оразбай Базарбаевна, ана Жаңылсын Әлгереевна, сол кезде мектеп басшылары, осы отырған ұжымдар бәрі бірге қызмет жасадық. Арасында шөп шабуға да бардық, шөп теуге де бардық, мұғалімдерді жұмсап, күш жетпейді осы совхозда. Сосын сондай кездерінде де болды. Енді оның бәрі өтті. Енді мына алда уақытта мынандай жақсы заман келді, жақсы уақыт келді. Соны пайдаланып, балалар соны осыдан шығармай, тәуелсіздікті жойып алмай, тәуелсіздіктің арқасында осындай игі жетістіктер болып жатыр екен. Ұзағынан болсын. Көп жасаңыздар, балалар, жақсы оқыңыздар. Мына отырған ұстаздарыңызды құрметтеп, жаңа бүгін қариялар күні деп жатыр, қария ата-аналарыңызды, әжелеріңізді құрметтеп, солардың өсиеттерін тыңдап, өсе беріңіздер. Рахмет көп-көп. Сұрақта? Сіздің сұрағыңыз, жаңа оқушыларға деген, сен мұны рөлді бір сайысқа баратын болса, сен мұны рөлді деп айтады екенсіз. Ол, еще сендер сол жарысқа барсаңдар, жүлделі бірінші орын алып келесіңдер деп айтады екенсіз. Сол қасиетіңіз ба, еле оқушыларға деген сенімділік сыйлауыңыз ба? Әрине, ол енді сайысқа көп бардық қой, біздер көп жұмсайды. Енді борғасын жеңгенде кез болды, жеңіліп қалған кезде де бар. Бірақ енді сенім білдіреміз балаларға. Ол енді кісілік сені ол мен қасиетім деп айтсам да болады. Балаларға, оқушыларға тауын қайырмай, әр уақытта да оларды алға жетелеп сенімдік білдіру ол енді Рахмет. басындағы ойымызда. Сіздің сенімділігіңіз мына кейінгі ұрпаққа да сенімді болсын. Енді сіздің бір шәкірттеріңіз сізге де сәлемдеме жолдаған екен. Бүгінгі күні сізде осындай Ассалаумағалейкум.
мен баршаңды ерлерге саулық жұмыстарында оңай алыстаймын. Мені бастауыш мектепте қабылдаған Гүлнар Құмартова Сандра Саңғызына алғыс айтамын. Мектеп директоры Қаражан Сергеевна, және Қайманов Қашымова Қашымовна, алғашқы сөйлем мұғалім болған болсын сіздің мектептеріңізге деп алып келген азақ сыйламыз. Қошеметтеріңіз, рахметімізді білдіреміз. Естелік болып қалсын деген ниетте өзінің сыйлығын ала келген екен. Рахмет. Александр Македонский әр сарбазының есімін жатқа білген дейді. Құрметті Жаңғылсын Әділгериевна, өзіңіз тәрбиелеген шәкірттеріңіздің ішінде есіңізде қалған шәкіртіңіз кім? Мен мектепте оқыған уақытта қазір марқұм болған физика пәнінің мұғалімі Мұхамбет Айыпқалиұлы бізге еш уақытта атымыз атаған жоқ, тек қана фамилиямен шақыратын еді тақтаға. Мен сол кісіден үйрендім деп ойлаймын, мен де көбіне балалардың атын атамай фамилиямен атайтын едім. Бірақ та енді менің шәкірттерім өте көп, әрине соның ішінде ең ерекше есімде қалған ол Хасенова Әсел. Себебі мен ұзақ жыл қызмет еткенде сол Әселге ғана 5 қойдым физика пәнінен. Қалған оқушыларымның ішінде одан кейін 5 қойғаным Мұхамбетова Гүлданаға. Қалғандарының бәріне мен 4 қойдым. Себебі жаңағы бірде енді бәрін жақсы айтқанмен кейде аздап мүдіретін кездер бар ғой. Сондайда 5-тен 4 сенімді деп үйрететін едім жаңағы. Енді шәкірттерім өте көп, менен озған шәкірттерім өте көп жаңағы. Сонау шетелде барып қызмет еткен Ғабит, мысалға Ермеков өте жақсы есімде қалды. Содан кейін Сүйесеновтың Нұрбек есімде жақсы қалды. Себебі ол жаңағы Айман Рахметовның інісі екеуі бірімен бірі таласып, сұрақ қойғанда екеуі бірінші қол көтеріп кетуге жаңағы бірінші жауап беруге тырысатын еді жаңағы. Енді қайсы бірін айтайын, оқушыларым өте көп. Сондай оқушылар көп болсын, сіздердің араларыңыздан сондай оқушылар шықсын деймін. Міне жерде мына отырған Қалап Берниязұлы менің тіке жолымды қуған, физика пәнін таңда физика пәнінің мұғалімі болған, 20 жылдан артық мектеп директоры болған, қазіргі таңда енді біздің әкімшілікте бас маман болып істейді. Бұл да менен озған шәкірт мысалға деген. Сондай ұстаздар оқушыларым өте көп, солар көбейе берсін қатарлары. Көп рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Жансал Әділгериевна, сіз бір кездері орыс сыныптарына сабақ бердіңіз. Иә. Ендеше сіздің шәкіртіңіз сізді былай деп еске алады. Қарайық. Бүгін ұстаздар күні әрбір Қазақстанның түпкір мектептерінде осы мектепке аталып отыр. Мен есіме түсті 1976 жылы мен Қойма Құдайбек қандай қандай болып білесің, қандай болып шығасың деп бірінші сынып класын табалдырығын аттап, сол кезде обстановканың үлкендердің қасында ескі мектептің табалдырығын аттап, сыныптан іздеп бірінші класқа бардық. Содан сол обстановка мектебін аяқтап, білім алып, тәрбие алып, сол саудагерлердің көшелерге кездесіп, әңгіме сыныптарында үлкендер өстіп боламыз. Қазір қайғысымызда да бір еңбек жолында әрқайсымыз қайда жүрміз. Осы обстановка жалпы білім мектебін бүгінгі кездегі жүректер осы мерекемен құттықтап келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Балаларға берген тәлім тәрбиеңіз ниеттен сүйектен өтіп өмірлік бақыт болсын. Аман болыңыз. Бізге өте ризамын. Ұстаздар мерекесі құтты болсын. Рахмет. Ұстаздар
біздің арамызда қазір Дәмеш Бақасына келіп отыр. Ол кісі менің де ұстазым, бір кездері математика пәнінің мұғалімі болды. Дәмеш Бақасына былай дейді, өзі жан ата-аналардың алғысы дейді. Дей тұрғанмен қазақта мынандай сөз бар, ұлтқа қызмет ету үшін дейді, ұлт жолының ұлтқа қызмет ету үшін ұлттан емес дейді, мінезден дейді Дәмеш Бақасына. Сізді шәкірттеріңіз үнемі есіне алғанда былай дейді. Дәмеш апайымыз біздің әп-әдемі, сөйлеген сөзі, жазған, тақтаға жазған жазуының өзі тайға таңба басқандай, өзі сияқты керемет, мөлдіреп, әп-әдемі болып тұратын еді дейді. Бірақ апайдың бір қаталдығы. Апайдың сабағында шыбынның ызының естілмеуі де біз үшін ғажап еді деп еске аласыздар өзіңіздің шәкірттеріңіз. Осы мінез дейді, апайдың осы қасиеті дейді, әкеден бе екен, әлде анадан бе екен дейді. Отырып айта берші. Жақсы, енді бүгінгі жаңа мектеп, жаңа оқу жылы оқушыларды, осы мектептегі ұстаздар қауымын мерекелеріңізбенен құттықтаймын. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз сіздерді қуантып, білімді, жақсы азамат болып өссін, өздеріңіз сияқты. Рахмет. Енді мінездеуге де бола ма, қалай атадан ба, әкеден бе, анадан ба дейсіз? Әлде ұстаздан ба дейсіз? Менің әкемде, анамда қатал болған жоқ. Ұстаздан бірде-бір ауыз орыс сөз естіп көргенім жоқ. Мектеп қабырғасында жүргенде. Енді мен өзім ойлаймын, менің мінезім қаталдық емес, талапшылдық қой деп ойлаймын. Мен талап қоям. Сол талапты орындауларын қадағалаймын. Сондықтан да қатал деп айтатын шығар енді. Білмеймін, негізі менің ар жағым жұмсақ. Әлбетте қорқам апай. Қорқпаңыз. Рахмет көп-көп. Рахмет сізге көп. Сіздің өзіңіздің шәкірттеріңіз сізді былай деп есіне алады. Мен Шүгірай Болмекен 1976-86 жылдарында мектеп оқушысы боласың. Ол кезде Нұрпетровка орта мектебі деп аталатын. Біздер 4-ші сынып оқыған кезде бізге жас маман келді, институт бітіріп, Дәмеш Бақасына деген. Дәмеш апайымыз қарапқатын қызғатынбыз, әп-әдемі, тақтадағы жазу маржандай тізілген, күлкісі де сыңғырлап күлетін, бір ерекше жан болып біздерді көзімізге сондай болды. Бұл көрмедің бала болсақ та сол кісіге қатты қызғатынбыз, ұқсағымыз келетін. Қазіргі таңда ол кісі аяулы әже болып, зейнеткер ұстаз болып, зейнеттің рахатын көріп жатқан абзал жан. Ұстаздар мерекесіне орай өзіміздің түлеп ұшқан Нұрпетровка орта мектебі, қазіргі таңда Қуағаш негізгі мектебі ұжымын әріптестерімізді төл мерекелерімен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, отбасыларына аманшылық, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті Дәмеш Бақасына, сізге шын жүректен шын алғысымызды білдіреміз. Ұстаз болып, ол тек қана білім беру ғана емес, жас ұрпақты өмірге тәрбиелеу, өмір мектебіне дайындау. Міне осының бәрін біздер алдық деп ойлаймын. Адамгершілікті, ізгілікті, білімді, мәдениеттілікті, қайраттылықты, сабырлықты, осы қасиеттің бәрін сіз бізге тәрбие қылып жеткіздіңіз, біз ойымызға сіңірдіңіз. Сол үшін сізге көптеген алғыс айтамыз. Мұнда бір алғыс. Енді ұстазға арнап бір азғандай өлең шумағы бар, соны тарту етейін, қабыл алыңыз. Ұстаздықтың ауыр жүгін көтеріп, оңашада ойға баттым, ой көріп. Алдыңыздан қанат қатты сон ұрпақ, еңбегіңіз жүрді білем өтеліп. Жүректерге білім нәрін мұң қойып, жанарында тұратындай күн күліп, болашаққа бағдар сілтедің, адалдықты әр ісіңмен білдіріп. Дәмеш апай, шәкіртіңнің бір едім, көз алдында баяғыда еремін.
ұзақ ғұмыр берсін Аллам, жүн жаса, ақша қандай шәкірттік ақ тіледім. Құрметті Дәмеш Бақасымнан осы өлең жұмағын сізге арнадық. Бұл менің ғана тілегім емес, 86 жылғы бітірген алғашқы түлектеріңізді тілегі деп қабыл алыңыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз, мерекеңіз құтты болсын. Дәмеш Бақасына жаңағы шәкірттеріңіздің айтып атқаны жазуыңыз маржандай деп, сол жазуыңызды, өзіңіздің мұқияттығыңызды сұрайды, кімге тартқан деп? Менің жазуым жаңағы әкеме тартқан. Әкем өзі есепші бухгалтер болды. Ол кезде қазіргідей барлығы немес қой, барлығы қолменен ведомство маған көшіртетін еді. Мен сонда мектепте жүрген оқушымын. Мына ведомствоның осындай ұзындығы жаңағы бухгалтер болды ғой. Сосын жолдары деген клетка дәптердің несіндей. Сондай, торындай, иә? Сол ведомство маған қызым көшір дейді. Соны бір қатесіз жаңа ведомство мен көшіретін едім. Әкемнің жазуы сондай өте әдемі, тайға таңба басқандай болды. Мінекей осы қасиетіңіз сұрап, мұқияттығыңыз, жазуыңыздың маржандай болуы кімнен деп сұрап жатыр. Рахмет көп-көп. Мен сіздің түлектеріңізге оны жолдаймын. Жақсы, енді біздерде сонау Орал педагогикалық колледжінен бастап алған еңбек жолын бүгін ардагер ұстазына мәртебесіне жеткен Гүлжан Наухановна деген ұстазымыз отыр. Гүлжан Наухановна, сіздің бір оқушыңыз былай деп еске алады. Бір күні дейді, кластың ішінде дейді, Ергожеев Айбек менің бас киімімді алып қашады дейді. Сосын Алиев Әсілбекке лақтырады дейді жаңағы бас киімді. Ол алып қашады дейді. Ол алады да далаға лақтырады дейді. Содан мен ашуланып дейді, жерден тас таламда жаңағы баланың басына лақтырам дейді. Ана баланың басы жарылып қалады дейді. Жаңа Асылбектің басы қан болып ағып жатыр дейді. Гүлжан апайымыз қасыма келді де айтты дейді. Үйіне де өзің апарасын, ата-анасынан да кешірімді өзің сұрайсың деп айтты дейді. Мен не істерімді білмей қалдым дейді. Содан бардық дейді. Барғанша Айбек екеуміз қосылып жылап бардық дейді. Енді анасын айтайық десек, айта алмаймыз, екеуміз қосылып жылап жатырмыз дейді. Сонда дейді, қазіргі тұлға болып қалыптасып, бізде бір үйдің жаңағы отағасымыз ғой дейді. Енді ойлап қарасам дейді, сондағы Гүлжан Наухановнаның біздің тәрбиелегені дейді, қолыңмен жасағанды мойныңмен көтер дегендігі мекен дейді. Біз енді ғана түсініп жатырмыз осының құпиясын дейді. Сол шәкірттеріңіз туралы бірер сөз айтып берсеңіз. Жақсы, енді құрметті менің сүйікті мектебім, ұстаздар, оқушылар, бәріңізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен енді ең алғаш осы Қарағаш орта жаңағы бастауыш мектебінде бітіріп келіп, осы Новопетровкаға көшіп келді әкем дейтін. Бәріміз жаңағы мектеп бітірдік, өзім бітірдім, інім бітірді. Содан кейін балдарым қаңғымасын деп, осы анда-мында жатпасын деп, әдейі арнайы осында көшіп келді. Содан бермен қарай осы 5-ші класстан бастап осы Қуағаш орта мектебінде оқып, білім алып, әрқайсымыз 30 оқушы, әрқайсымыз әр жаққа, әр салада еңбекке араласып, оқуға түсіп, жаңағы өмір жолын бастадық. Мен де енді басында басқа салада еңбек еттім. Бірақ өзімнің арманым осы ұстаз болу болды. Ол енді біріншіден өзімнің атам ұстаз болған кісі, соның кісінің қанынан берілді ме. Одан кейінгі өзімнің жаңағы ең сүйікті ұстазым, математика пәнінің мұғалімі Қуанышқалиев Қабдолла Қуанышқалиұлы. Ол кісінің жаңағы сабақ беруі өте байсалды, байыпты кісі еді. Ол кісінің сабағында шыбынның ұшқаны білінбейтін еді. Және ол кісінің сабақ беру ерекшелігі тіптен ол кісі сені күлдіртіп тұрып, әзілдеп тұрып сабақ беріп, мына миыма құйып беретін барлығын. Сол кісідей болуға тырыстым, сол кісідей болғым келді енді. Мүмкін байыптылығым жаңағы мүмкін ұқсаған шығар сол кісіге. Бірақ әзіл қалжыңға енді көп жоқпын енді. Бірақ ол кісі солай әзілдеп тұрып біздерді үйрететін. Енді жаңа Кеңесбаевна өмірден озған ұстаздар туралы ролигіңізді көрдім. Сізге көп-көп рахмет. Бізді оқытқан ұстаздарымыз әрине өмірден озып кетті, бірақ олардың жарқын бейнесі біздің есімізде мәңгі сақталады. Сіздерге, сіздің ұжымға
көп жаңа рахмет айтам. Бүгін міне өзімнің керемет әріптестеріммен кездесіп жатырмын. Жаңа бүгінгі сіздің тақырыбыңыз дара жол деп Жаңсына Лигерияна мен Күләш Боранбаевнаның еңбек жолына арнап, және біздерді де осы шараға қатыстырып бірге болыңыз дегеніңізге соған қуана атсалыса келдік. Біздер шынында да жаңағы еңбекті бірге жүріп, осы кісілердің талаптарының арқасында шығар деп ойлаймын. Қай жерде жүрсек те өз жұмысымызға біздің Петровка Қуағаш орта мектебінің мұғалімдері әр уақытта да өздерінің істеріне адал, өздерінің істерінің маманы, шебері екенін қай жерде де көрсетті. Қай жерде де. Өзімен иық тіресе еңбек еткен Күләш Боранбаевна бастауыш саласы бұл әрине ең қиын, ең күрделі мамандық. Кішкентай ғана жаңағы кішкентай сәбилерге білім беріп, оларға жаңағы дыбысты, санды, жалпы бастауышқа қажетті білім нәрімен сусындату, оларға үйрету, қаламсағын жаңағы қолына ұстатып үйрету, ол үлкен жұмыс әрине. Соны бірге иық тіресе жұмыстандық, бізбен бірге міне Ақмарал Мақсотқызы, Ақмарал Рахметуллақызы, Бану Мырзашқызы, сосын Салтанат Сағынқызы, міне осындай көп мықты мамандар бірге еңбек етіп, жаңағы Адлигериевна айтатын еді, сіздерге кез келген тексеретін кісіні кіргізе алам. Өйткені сіздер біз ұялтпай біздің мектептің несін көрсете аласыңыздар деп айтатын еді, кілеңдетін. Оразбай Базарбаевичтің енді шынында да талап қойғыштығы, алыстан келатқанда бұл кісінің кәдімгі директор келетқанды сезініп, бәріміз жинақталып, жас маман ғой, жас маман, жас басшы жинақталып, сөйтіп осы кісінің несіне орындайтын едік. Оның барлығы талап, оның барлығы біздер үшін жаңағы неден енді бірімізден біріміз үйрендік. Бірімізді біріміз жетеледік. Көп нәрсені осы бірге еңбек ете жүріп жұмыстандық. Сондықтан көп рахмет айтам әріптестеріме, ұстаздарға, баршаңызға. Енді менің есімде жоқ. Тіптен балдардың есінде қалып тұр ғой. Әрине ол бір жаны сондай мақсат болған шығар, өзің қолыңмен істегенді өзің мойныңмен көтер деген. Талай енді бастауышта неше түрлі қызық жағдайлар болады. Енді балдармен бірге ойнайсың да, балдармен бірге күлесің де, балдармен бірге кейде жылап алатын кездеріміз де болады. Не болса да сол балдар білсін, үйренсін, жақсы, дұрыс азамат болып өссін деген мақсат болады ұстазда. Рахмет. Рахмет Күләш Боранбаевна, жалпы айтамыз да, ұстаздық жолы өнер жол, ұстаздық жолы ұлы жол дейміз. Осы ұстаздық қызметтегі қазіргі алғашқы шәкірттеріңіз неше жаста? Кешіріңіз, Айман Ақылтөлені білмеймін екен, Айман Кеңесбайына. Білмеймін неше жас екен, шынымды айтайын. Қалап берінес 61 десі ба? 76 жылы ең бірінші рет қалап берінес оқушым болған екен. Рахмет сізге. Міне қасыңызда отыр. Қаншама жыл өтіп кеткен. Рахмет. Енді Күләш Боранбаевна, сізге де сонау алыстан шәкірттеріңіз сәлемдеме жолдаған. Көптен сіз көрмеген екен, сізді сағына менің ұсынысымды бірден қабыл алды. Сондықтан қазір қарайық. Гүлжан Науханованың шәкіртін қарап алайық бірінші, сосын барып Күләш Боранбаевнаны қараймыз. Гүлжан Науханова, сіздің шәкіртіңіз. Сіздер бүгінгі келіп жатқан Танып отырсыздар ма шәкірттерді? Мынау Әйгерім, Санаттың қарындасы. Тынышталайық. Басыңызға амандық тілеймін. Сіздің ең бірінші біздерді жылы жүзіңізбен, мейірімді жүзіңізбен бізді қарсы алдырған күніңіз әлі күнге дейін есімізде. Алғаш мектептен қарсы алып, қолымызға қалам ұстап, қалам ұстауды үйретіп, әріптерін таныстырып, сандармен таныстырған өзіңіз, сіздің берген нәлендірген өзіңіздің арқасында үлкен биіктіктерге жетіп отырмыз. Мен өзім де қазір 2 баланың анасымын.
сіздің берген тәрбиеңіз, сіздің шыдамдылығыңыз, сіздің мейіріміңіз маған өмірлік азық болды. Сізге деген алғысым шексіз. Енді Күләш Боранбаевна, сіздің шәкіртіңіз кімді? Қоса қойыңызшы. Құрметті Күләш Боранбаевна, мен сіздің шәкіртіңіз Қалабаева Мергүл. Қалабаева Мергүл. Қазақстан Республикасының мәдениет және сізге осы біздің тұлға болып, маман қалыптасуымызға әсер еткен алғыс үшін алғыс білдіремін. Төл мерекеміздің ұстаздар күні қарсаңында сізге отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Істеген ісіңізге береке берсін. Әрқашан жарқыраған жүзіңіздің көмектесін, ұжымыңызды абыройыңызды артай берсін. Бұл қыздарыңыздың шәкірт жүргізін мақтаныш болып жүре Рахмет. Бұл сіздің Астана қаласынан Қазақстан Республикасының мәдениет саласында жасайды екен. Сізге сәлемдеме айтып жатыр. Сонау алыстан. Енді біздің арамызда қазір ардагер ұстаз емес, бүгінгі күн қазір қалада жасап жатсыз. Енді сізге мынандай бір сұрақ қояйын деп едім Ақмарал Мақсұтовна. Ауыл баласы мен қала баласы. Ауыл баласы мен қала баласының айырмашылығы қандай деп ойлайсыз? Бүгін міне алдыңызда отырған ауыл баласы, осыларға өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Келгеніңізге рахмет. Жақсы. Айман Кеңесбаевның ұжымдастары, мектеп оқушылары, ардагер ұстаздар, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Ұзақ ғұмыр тілеймін. Оқушылар, сіздер керемет, жақсы оқып, жақсы жетістіктерге жете беріңіздер деймін. Жаңағы сұрақ ауыл баласы мен қала баласының айырмашылығы ма, өзгешелігі. Ауыл баласынан бастайын. Ауылда туып өстік қой өзіміз. Ауыл балалары ең бірінші еңбекқор болады. Ұлттық құндылықты дәріптеген, мейірімді, ұстазды сыйлайтын, малға да, жанға да бәріне де үлгеретін әмбебап балдар ғой, негізі ауылдың балалары. Көңілдері әппақ, таза жүрек, білімге деген олардың ынтасы өте жоғары болады. Бірақ та оларға ресурс жетпейді, интернет жетпейді, кітапхананың қоры жетпейді. Ал қала балалары, олар техникаменен неге? Ақпаратқа әуес. Сондықтан да олардың жан-жақты қол жетімдіктері мол, мотивация жоқ, ештеңе қызығушылығы жоқ. Себебі олардың қолында барлығы бар. Ұстаз үшін ауыл баласыне, қала баласыне барлығы бірдей. Оларды біздер жақсы бағыттап, мүмкіндік беру, жақсы тәрбие беру деп есептеймін. Рахмет. Енді өзіңіз ұстаздық қызметтегі шәкірттеріңіз есіңізде бар ма? Осы мектепте жасаған кездегі шәкірттеріңіз? Бар. Қалиев, кім еді? Оралбай ма? Жоқ. Қалиев Асқат, Салықов Нұрлыбек, Шолақова Бибінұр. Екі нені шығардым енді, 4-ші класс бітірген екі класты шығардым. Ұмытып қалдым енді. Рахмет. Мына кісіні танисыз ба? Танымадың ба? Сенің ең сүйікті шәкіртің бол. Сол кезде маған ылғи айтатынсың. Осы баладан бірдеңе шығады, осы баланың жазуы керемет деп. Соны әдейі сізді ол деген көптен бері сағынып жүрген екен бұл шәкіртіңізді. Ал тыңдайық ондашы. Танымасаңыз қазір таныс боласыз. Мен Ахметова Самал Жиеварова ғалымда шахтердің қасиеті, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, бой берген, ақыл берген, көз алдына кетпейді асыл енер. Демекші алғашқы ұстазымыз Ақмарал Мақсұтқызы сізді осындай керемет ұстаздар, шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау, отбасыңыз аман болып, тек жарқын күндерде өмір сүріңіз. Әлі күнге дейін сіздің бізге алғаш әліппені ұстады, қалмақ ұстауды үйретіп, жазуға баулып, оқуды үйреткеніңізге мың алғыс айтамыз. Біз сізді ешқашан ұмытпаймыз. Сіздің жарқын бейнеңіз, жылы жүзіңіз әлі күнге дейін есімізде. Сіз
жұмысқа келе жатқанда сыныптың қыздары болып сіздің алдыңыздан жүгіріп шығып біріміз сөмкені сөз қағып біріміз сіздің алдыңызға сыйға қаласатын балалық кезіңіздегі тәтті естеліктер әлі күнге дейін көз алдыңызда, есіңізде. Сіздің бізге берілген баға жетпес байлық менің үшін, тәрбиелеріңіз үшін сізге мың алғыс. Алламыз, аман жүріңіз, біз сізді құрметтейміз, жасты көреміз, сыйлаймыз. Айман Кеңесбаевна, енді биыл осы мектепке жұмысыңызды бастап жатырсыз. Алғашқы қадамыңыз 1-2 ай өтіп кетті. Енді сізге мынандай керемет іс-шара өткізіп жатсыз. Керемет рахмет. Ұстаздар, оқушыларымыздың тілегін тыңдап, өздерін көріп, есімізге түсіре алмай жатыр. Соның барлығын балалық шағымызды, жастық шағымызды қайтып айналдырып келгендей болдыңыз. Көп-көп рахмет. Еңбегіңіз табысты болсын, жемісті болсын. Енді мынау кішкентай ғана гүл, кішкентай гүл демеңіз, бұның діңгегі өте мықты. Жаңадан бастап жатырсыз, осы гүлді мектебіңізге ұстап, осы діңгегі мықты мектеп болып, керемет шәкірттер тәрбиелей беріңіз. Рахмет, қошеметтеріңіз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деп ақын Ғафу Қайырбеков жырлағандай. Сөзі маржан, ісі шебер. Бүгінгі күні шәкірттерінің шапағатына, алғысына бөленіп отырған ардагер ұстаздарымызға және арнайы келіп отырған ұлағатты ұстаздарымызға тағы да мың алғыс. Құрметті көрермендер, құрметті ұлағатты ұстаздар, келесі кезекте құттықтау сөз мектеп директоры Айман Кеңесбаевнаға беріледі. Рахмет. Енді құттықтау сөзден бұрын мен кішкене бір видеороликтарымыз бар, жан-жақтан келіп жатыр. Шәкірттеріміз, мен кеше ауылымыз Алтын Бесігім деген бізде бір группа бар, соның ішінде көп шәкірттеріміз. Солардың жіберген видеоларында тыңдайық. Енді сіздер үшін жіберді, бұны әлі де шығаратын боламыз. Ал тыңдайық келесі шәкіртімізді. Жанарыңыздан әрдайым нұр шашып, Білеш Боранбайына. Бейбі Нұр мынау, Жетпесова. Келісім, қуаныш пен жылулық болсын. Жаңағы мынау қолғанат. Білеш Боранбайыңыз, танымадым. ең азымыстасыз. Есіңізде болсын. Маржан. Өйткені адамзатқа одан әрі дамуға үміт беретін ол ұстаз. Нұртас мынау. Ғажайып дүниенің сырын ұқтырып, Өткен өмірге ақ жол аттандырған ұстазымыз сізге мәңгі бас иеміз. Біз сізді мақтан тұтамыз. Гүлге бара берсін, гүлге бара берсін, гүлге бара берсін. Қазір мен сөйлеп болғаннан кейін ашылады. Айтамыз ғой. Мына кішкентай фотоларын салып берген өздерінің бастауыш сыныптағы. Келесі нені тыңдай қояйық қазір. Бұл кісі енді құрметті Гүлшат Шахтиевна, танып отырсаңыз, мен Сегізбайнұр, Қарағандыдан. Жалпы барлық қуанышымызды әйелдерін мұғалімдерін құттықтаймын. Сіздің еңбегіңіз, берген біліміңіз, Сегізова Батима деген болды ғой, соны мектеп ішінде өткізілген әр іс-шара, ашық мерекелер бізде күшті өтетін. Оны есіңізде әрқашан сақтап жүреміз. Балаларымызға айтып осындай керемет достарымыз бар еді, осындай бақытты балалық шақ болды бізде, осындай керемет өз ісіне берілген ұстаздарымыз бар еді деп әрқашан балаларымызға үлгі ретінде айтып отырамыз. Қарағандыда бұл кісі. Ең бастысы зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін, береке тілеймін. Біз бала-шағаңыздың, шәкірттеріңіздің қызығына тоймай әрқашан марқайып жүріңіз. Сізге мың алғыс, басымыз келеміз. Біз сізді жақсы көреміз. Күлшат Жоқтиына да бүгін келетін еді, кішкене денсаулығы сыр беріп, тағы бір соңғы құттықтауымыз бар. Талғат Боранбайұлы.
Саламатсыздар, құрметті ұстаздар. Менің есімім Нұржан Боранбайұлы. Мен 1996 жылдан бастап 2007 жылға дейін Қуағаш орта мектебінде 11 жыл оқып, осы мектепті тәмамдадым. Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет атқарамын. Осы мектепте оқыған кезде мектеп директоры Оразбай Базарбай болды. Бұл кісі өте білімді басшы болды және әрдайым әділ шешім қабылдайтын есінде қалды. Сонымен қатар ең бастысы білім мен тәртіпке үлкен көңіл бөліп, әрбір оқушының тіл табысы олардың дамуына қолдан келгенше жағдай жасады. Сонымен қатар менің алғашқы ұстазым Намасын Сағынбайқызы және сынып жетекшісі Баян Серікқызы, сонымен қатар осы мектепте маған сабақ берген барлық ұстаздарымды осы той мерекесі ұстаздар күнімен құттықтаймын. Біз енді бірінші кезекте мына келу себебімізді айтсақ, кеше мен жалпы білген жоқпын, өткенде іс-сапарға кетіп барды ауыл әкімі. Сосын іс-шара өтеді деп айтқан, пойызға кетіп бара жатып айтты деймін. Сосын ары қарай байланыс болмай қалды. Сосын кеше Айман Кеңесбайқызы хабарлап айтты, WhatsApp-қа жазып, осындай шарамыз өтетін еді деген сияқты. Сағат 3-терде уақыттарыңыз болса келіп кетуге деп. Сосын мен нақтылап сұрадым, ресми емес пе? Ресми болса енді баруымыз керек қажетті. Жоқ, осылай қонақтар келе жатыр дегесін, біз сіздерге арнайы келіп отырмыз бүгін. Сондықтан енді жалпы мына мұғалімдерге айтқым келеді. Сіздерге енді бұл енді мұғалім мен ұстаздың арасында екеуі синоним болғанмен айырмашылық өте үлкен ғой. Мысалға, мұғалім бол енді бір мамандық дейміз. Шолпан Қыдырниязованың бір 18 жыл бір оқып қалған сөзім бар, өзінің бір менің тәрбие сағатым деген бір жариялап жүр, әлеуметтік желіге ме екен. Сонда мұғалімдік мамандық дейді, ұстаздық адамдық деп айтқан бір сөз. Осы үлкен жақсы айтылған нәрсе. Осы бәленбай жылға мектепте жасадық осы салада. Сонда кейбір уақыттар ойланасыз, сонда да мен мұғалім болдым, мен ұстаз бола алдым ба деп ойланасың қазіргі уақытта. Мысалға, сондықтан осыны айтқан жас мұғалімдеріміз бар, еңбек жолдарын бастап. Сіздер де мұғалімдік жолдан осындай ұстаздық жолға дәрежеге көтеруіңізге тілектескім келеді. Енді жалпы айтып жатады, тәрбие ата-анадан дейді, тәлім ұстаздан дейді. Беріледі ғой енді. Ал енді нәтиже осы оқушылардан бөлінеді. Оқушыларыңыздың сүйіспеншілікте солардың жетістіктерін қуанып жүре бергілеріңіз. Енді осында отырған ардагер ұстаздар, орныңыздар әрқайсыңыз бір тарих ішінде да, жаңа мен айтып отырмын, осы мектепте Ақсуат мектебі қазіргі бұрын социализм болды ғой енді. Сол уақытта математикадан сабақ беріп бізге Клаш Боранбай. Ол кезде мектепті бітіріп келген ұстаз жаңа математикадан арнайы бізге сабақ берді. Осы біз 5-6 оқимыз ғой, сол уақытта 5-ші класс оқимыз. Жаңа мен өзім алып түсіруге келіп қалдым, мен ойлап қарасаңыз, алғашқы шәкірттердің біріміз. Бүгінде бұл кісі осы шаруа қожалықтың басшысы ретінде ерен еңбегі үшін деген төс белгісімен марапатталған адам. Осы ұстаздық жолды, одан кейін шаруа қожалық жолды бірге алып жүрген міне қажыр қайрат қайда мысалға. Жаңа Әбдігерееваны біз білеміз, жаңа айтып жатыр ғой, апайдыр айтып жатыр, қатал дейді. Мұғалім қатал болмайды еш уақытта. Мұғалім өз пәнін сүйеді. Сол адам пәнін сұрайды ғой, болды. Бұл ешқандай қатал жасамайды. Бұл мұғалімдерден тыныш отыр, айқайлама, шулама деген сөз шықпайды бұлардан. Мысалы, кейбір айтамыз ғой, жаңа деген жазғанда ұрды, ұрады деп айтамыз, мұғалім ұрады ғой арасында. Олардың ұрғанның өзі бір тәрбие ғой шынында. Қазір бір сөйлеп қарайды, артық ауыз. Злабатанаға айтады. Сондықтан өткенде бір телевизорден айтып жатыр. Қазір жастар жаңағы еңбекке жоқ, анау-мынау дейді. Ол еңбек қайдан болады қазір жастар? Себебі олар мектептен қазір біз балдарды мектептің ісіне араластырмаймыз. Ойлап қалсаң. Бұл кісілер орманға бастауыштан барып, отын алып келді жаңағы 5-ші класстың балдары ғой бұл уақытта. Қыздармен барады Ақсуатта. Бүкіл оқушылар барады да, еңбекке тәрбиеленіп жатыр. Қазір жастардан біз не күтеміз? Сондықтан оқушылар мектептің қандай десі болса да, парталарды жуады мысалы айтқанда. Оны қарап отқан ешкім жоқ шынында. Сабаққа 2-де келесің, 3-де келесің, оны ешкім нетіп алған жоқ. Сондықтан еңбек сүйгіш болу керек. Ол мектептен бастап алу керек. Ата-анадан ғой енді бірінші кезекте. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Мынандай сіздерге осы бір Айманға Кеңесбайқызы өткізіп жатыр дегесін, ол шараның жақсы өтетінін білеміз. Себебі бұл кісі тәжірибесі мол, тәрбие саласында ұзақ жылдар жасады. Кезінде аудандық білім бөлімінде әдіскер болып жасады. Сондықтан арнайы өзім көргім келеді, жаңа қонақтар келіп жатыр дегесін, құттықтаймын осы кісілерді деп. Себебі айтады ғой қазақта, мына үлкен ісің жақсы бастама жасасың. Бір Асан Қайғының бір сөзі бар, жаңа есіме түсіп отыр. Арғыма атқа міндім деп, артқы топтан адаспа дейді. Сондықтан мынау өзіңнің алдындағы үлкен кісілерден алып бата алып жатсың ғой, былай айтқанда. Еңбек жолын бастап жатқасын. Осы баталар бүгінгі айтқан қабыл болып, мектебің жайнап жарқырап жүре берсін деп ойлаймын. Рахмет баршаңызға. Рахмет сізге.
Жақсы, енді мен келесі сөзді өзіме демеуші болып алда отырған барлық ұстаздардан да білім алған адам. Сондықтан енді сізге көп-көп рахмет. Отбасың аман болсын, денің сау болсын айналайын. Енді сөз көзегім өзіңе арна бергім келіп тұр. Рахмет, Айман Кеңесбайқызы. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Құрметті ауылдастар, апайларым. Енді мен көп сөйлемей-ақ қояйын. Сіздерді бүгін осы төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге басымды иемін. Осы сіздердің білімдеріңіздің арқасында бүгін елге араласып, нәпақамызды тауып жүрген жайымыз бар. Ол сіздердің арқаларыңыз. Кезінде мүмкін дұрыс білім болмаса, басқа жерде жүрер едік. Сіздердің себептеріңізбен бүгінгі күнге осындай бір кішкентай болса да жетістікке жеткен жетістіктеріміз бар. Осы жерде отырған оқушыларға да біріншіден жаңағындай еңбек, оқу, білім алсаңыздар, қор болмайсыздар. Мұғалімнің айтқанын тыңдаңыздар. Енді қадамыңыз құтты болсын, Айман Кеңесбайқызы. Сізге шын жүректен мол табыстар тілеймін. Енді осы жерде мұғалімдердің барлығына құрметім шексіз. Соның ішінде Жаңылсын Әділгерейқызы сізге бір особый өзімнің рахметімді айтқым келеді. Сіз осы өмірлік менің мамандығымды таңдауыма себепкер болдыңыз. Физика пәнінің кезінде санат, сен осындай саған сенем деп олимпиадаға апарып, физикадан 9 оқып жүргенде, содан менің физикаға құмарым артып, қазір сол физика пәнінің мамандығы жаңағындай өмірлік менің нем болды. Өзім сол маман иесі болып, бүгінгі күнде бірнеше компанияның жетекшісі болып, нәпақамызды тауып жүрген күніміз бар. Сол сіздің арқаңызды білім. Біріншіден сол жүрегіме сол сезімді салып, өмірдің бәрі физика, физиканы білсең қор болмайсың деп маған айтқан едіңіз. Сол сөзіңіз әлі есімде. Сол сізге алғысым шексіз. Басымды иемін сізге. Рахмет. Енді құрметті ұстаздарым, менің құрметті қонақтарым, келгендеріңізге үлкен рахмет. Үлкен сеніммен осындай бір шара өткізейін деп, сіздерді жалықтырып алмайын деп, бірден осылай сұхбат түрінде. Енді біздің кішкентай шаңырағымыз мынау, біздің қара шаңырағымыз ғой, білім ордасы қара шаңырағымыз. Осы кішкентай жерге енді қаланың адамдарына мүмкін ыңғайсыз шығар, бірақ өзімізге керемет тамаша. Бірақ дей тұрғанмен мен сөзімді жерге тастамай, келгендеріңізге, әсіресе Орал қаласынан келіп жатқан Оразбай Базарбаевич сізге, әсіресе ардагер ұстаздарымыз Рышан Дүйсенгалиевич, Дәмеш Бақасына, Гүлжан Науханына, Ақмарал Мақсотына, енді ауылдағы ең құрметті, қымбатты ардагер ұстаздарымыз Жаңылсын Әділгерейевна, Күләш Боранбаевна, үлкен рахмет. Осындай бір шараға келіп жатқандарыңызға, бәріңізге де дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жаңаға айтқан сөздеріңіздің бәрін ұғып, бойымызға сіңіріп, менің бұндағы мақсатым өзімді көрсету емес, бұндағы менің мақсатым мына менің жас маман ұстаздарым көрсінші, осы ұстаздардың жолын. Менің мына кішкентай өсіп келе жатқан бүлдіршін оқушыларым көрсінші, ұстаздық деген қандай екендігін. Келешекте де менің әріптестерім, ұжымдастарым, болашақта да сендер осындай мына шәкірттеріңіздің алғысына бөлінетіндігіңізге кәміл сенемін. Өйткені мен сендердің алдарыңызға келіп, ұстаз деген осындай құрметті адам, ұстаз деген осындай жолдағы адам деп көрсеткім келді. Сондықтан менің негізгі мақсатым осы болатын. Келгендеріңізге рахмет. Біздер енді 1-2 жылда түлеп, жақсы, одан да жақсы шара өткіземіз деп ойлаймыз. Соған да келіп тұрауларыңызды сұраймын. Енді құрметті ұстаздар, бәріңізге де шәкірттеріңіз өте риза. Енді барлық шәкірттер жаңа бейне видеодан басқа мен айтатын деп жатыр, әлі де айта жатыр. Бірақ сол шәкірттер сіздерге шоқ гүлдерін өздерінің атынан беріп берді. Ол шоқ гүлдердің ішінде жазылып отыр. Үйге барғасын қарарсыздар, біріңіздің гүліңізді біріңіз ауыстырып алып кетпей, шама келгенше солай беруге рұқсат етіңіздер. Енді тойдан тобықтай сыйлық дейді ғой, бізде өзіміз құр жібермейік деп, қазіргі уақытта біздің мектебімізде бұрын Нұржамал Тынштыбайына сіздің кезіңізде секретар болып жұмыс жасады ғой, да, Базарбаевич. Бүгінгі күні ол ұстаздық дәрежеге жетті. Және тек қана ұстаздық дәрежеге жетпей, қол өнерін дамытып, ұлттық құндылықтарды балалардың бойына сіңіре отырып, қазіргі уақытта бұйымдар жасап жатыр. Енді сол оқушылардың қолынан жасалған, Нұржамал Тынштыбайқызының қолдауымен жасалған, сіздерге сол оқушылардың шағын сыйлығымен және гүл шоқтарын беруге рұқсат етіңіздер. Рахмет.
ұстаздар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын деймін. Айман Кеңесбаевна, сізге, сіздің ұжымыңызға үлкен рахмет айтам. Өз атымнан мынау көптен көрмеген әріптестерімнің бас қосып, сондай бір сезімде отырмын. Енді көбірек көретінім Гүлжан Науқанына ғой. Ақмарал Мақсутовнаны 7 жылдан бері көрмеген екем. Өзім 60 жасынан бері Оразбай Базарбаевичті де көрген жоқпын көптен бері. Сонау алыстан осы біздің ықылас ниетімізге көңілдерін бір біліп келіп атқандарыңызға көп-көп рахмет айтам. Айман Кеңесбаевна енді осы жерде туып өсті, осы мектепте оқыды, осы мектепте ұстаз болып еңбек етті. Менің 2 қызыма сабақ берді, Динара мен Зүлфараға жас кезінде. Енді сол туған жеріне қайтып келіп, өзі оқыған, өзі еңбек еткен мектепке, соның жабылмауына атсалысып, мектептің арғарай ашылып, арғарай жұмыс жасауына, ауылдың быдырамауына, туған жеріне деген осындай өзінің игі тілегімен келіп жатыр. Біздер соған қуаныштымыз. Мен кілеңді айтып жүрем, жерлесіміз Бауыржан Шаймерденұлы айтқан ғой, ауыл солай қалу керек, сол ауылға жиірек бару керек. Адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының теріде таму керек деп, өзінің маңдай терін төгем деп келіп жатқан, біз қашанда Айман Кеңесбаевнаны қолдаймыз. Сізге рахмет. Енді мынау өмірге бағыт ұсынған ұстаздық деген ұлылық. Шәкірттің құсын ұшырған соңынан жүрер лесіп деп, сіздердің де шәкірттеріңіз осындай ұстаз жолын қуатын, жақсы оқитын, мектебіміздің мақтанышы болатын шәкірттеріңіз көп болсын деймін. Еңбектеріңіз жана берсін, аман болыңыздар, ауылымыз гүлдене берсін. Сізге зор сенім артамыз. Құрметті кішкентай бүлдіршіндер, осы мектептің оқушылары, болашақта осы мектепті көркейтетін, осы мектептің атағын шығаратын, осы мектепте олимпиада жүлдегерлері болатын, одан әрі қала берді, осы ауылды түлететін сендерсіңіздер. Себебі сонау заманда, ерте заманда Біріккен ұлттар ұйымының құрылғаннан бері айтылатын бір сөз, ол барлық жақсылық балаларға деп айтылады. Неге? Себебі балалар біздің болашағымыз. Сондықтан мен сіздерге зор үміт артамын. Мынау тамаша ұстаздарыңыз бар, тамаша басшыңыз бар, тамаша ұйымдастырушыларыңыз бар. Әр уақытта да тек қана биіктен көрінулеріңізге шын жүректен тілектестік білдіремін. Күләш Боранбаева екеуміз қашанда осы мектептің жабылмауы үшін, осы мектеп одан әрі төлеу үшін ылғи да тілегімізді айтып жүрген, қолымыздан келген жақсылығымызды жасап жүрген жандармыз, әлі де жасауға тырысамыз әрине. Бұл мектептің ұстаздары қай уақытта да тамаша болып өздерін көрсеткен. Оны жаңа бейне материалдан көріп жатсыздар, жаңа шәкірттердің тілегінен естіп жатсыңыздар, тағы да басқа жағдайларда көріп жатсыздар. Мен өзім жаңағы осы 40 жылдан артық еңбек еткен уақытта мынау ұлттық бірыңғай тест басталғаннан бері, яғни 2004 жылдан бастап 2011-ге дейін Ақсай қаласына жыл сайын осы мектептің түлектерін апарып жүрдім. Тек қана 2010 жылы бізде 11 жылдық болмай қалды. Сол жыл ғана барған жоқпын, қалған уақытта бәрінде барып жүрдім. Сол кездерде мен өзімнің пәнімді таңдаған оқушыларымның ішінен 15 грант иесін шығардым. Оның 8-і институтта, қалған 7-і жаңағы арнаулы оқу орнын бітірді. Соның бірі жаңа ғана маған басын иген Құмашев Санат Құмарұлы. Мен сені мақтан тұтам айналайын, қай уақытта да ішіңе оң жақсылық тілеймін. Аздап тентекте болдыңыздар, бірақ өздеріңізді көрсеттіңіздер, жарайсыңыздар, солай жүре беріңдер. Сенің папаңды да оқытқанмен, мен папаң да сондай жақсы азамат болған айналайын. Соның жолын қу. Ал енді бүгін алыстан келген менің 10 жыл қоян қолтық жұмыс істеген құрметті Базарбайұлы Оразбай, біз екеуміз, Айман үшеуміз осы мектепте 10 жыл бір кабинетте жұмыс еттік. Еңбектендік, үйреттік қолымыздан келгенді. Ол жұмыстың нәтижесі де көрінді. Жаңа бейне материалда айтып кеткенде, Айман Кеңесбаевна айтып кеткенде, аудан көлемінде ең бірінші қабілетті балалармен жұмыс істегенді Бақытгүл Қабайқызы бастап сіздің берген нұсқауыңыз бен оқушылары бірталай жетістікке жеткен болатын. Ол кісі өте тамаша ұстаз. Жалпы бұл мектептегі ұстаздардың бәрі де өте тамаша, оны жаңа білесіздер ғой.
жаңағы мысалға 15 оқушы грант иесі деп отырғанымда, мысалға оған тек қана менің еңбегім емес, сол ұстаздардың да еңбегі бар. Соның ішінде өлшеусіз еңбек, жаңағы өздеріңіз айтқан жазуы маржандай тізілген Дәмел Бақасқызы. Бар болыңыздар бәріңізден, нар болыңыздар әр уақытта да. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Оразбай Базарбаевич, сіздің одан әрі біздің мектептен жоғарыға барғаныңыз. Одан қазіргі таңда облыс орталығында үлкен биік қызметте жүргендігіңіз біз үшін мақтаныш. Сіздің еңбегіңіз өте зор, әсіресе мына мектеп өртеніп кеткен жылдары, осы мына Серік екеуіңіз, мына Аршан Базарбаев, біздің ер мұғалімдері, бәріңіз кәдімгі түске дейін балдарды оқытып, түсқайта жаңағы үстеріңізде футболка, телекөменен келіп, соны өздеріңіз қалағандарыңыз бәрі біздің көз алдымызда. Сондай еңбекті өткердіңіздер сендер. Сондықтан да сіздердің шәкірттеріңіз әрине жақсы болады, әрине олар өздерін көрсетеді деп мен есептеймін. Ал енді жаңа Гүлжан Науқанова мен Ақмарал Мақсатқызы естеріңізде ме? Жаңа Самалды танымай қалыпсың, енді көптен көрген жоқсың ғой әрине. Екеуіңіз бірінші сыныпта алатын жылы 30 оқушы келді мектепке, естеріңізде шығар. Екеуіңіз 15-15-тен бөліп алдыңыздар, А класы, Б сыныбы. Олар сол оқушылар 2011-де осы мектептің бітірді. 6-шы сыныптан бастап менің венерім сынып жетекші болды А класына. Ал 10-ға келгенде 2 сынып қосылып кетті, оқушылар азайып. 21 оқушы, сол 21 оқушыны жаңағы мен түгелдей сол жылы біреуінде қалдырмай ұлттық бірыңғай тестке қатыстырдым. Себебі нашар оқитын оқушылардың негізінде апармайды, ол білесіздер өздеріңіз, мектепте қалдырып қалады. Сол апарғаным бір жағынан жақсы болды, бір жағынан жаман болды. Неге? Себебі менің бүкіл еңбегім бір оқушы жаңағы 32 ғана балл жинап, орыс тілінен 2 деген баға алып, менің бүкіл жұмысымды нөлге айналдырды былай қараған уақытта. Аудандық білім басшылары сол кездегі талай жұмысты көп жүрген, ең болмаса маған рахметті айтқан жоқ. Сол жылы менің Гүлданам жаңағы 11-дің біреуі физикадан 23 балл жинады. А мен жыл сайын жаңағы ұлттық бірыңғай тестте физикадан бүкіл аудан көлеміндегі 8-9 орта мектептің несін сарапқа салып отырамын өзім ылғида. Сонда Фрезина ғана 21 балл жинап, жаңағы алтын белгі алды аудандағы оқушы. Ал менің Гүлданам одан да үзіп кетті, 23 балл жинады. Сонда маған ең болмаса рахметті айтпады, осы менің көкірегімді әлімге шейін жүр. Жоқ, шын айтам, керім қатты ренжідім мен. Еші деген мен март айында зейнетке шықтым, әлі балдар бітірген жоқ, жаңағы жұмыс істеп жүрмін ғой енді. Сосын жаңағы зейнетке шыққан адаммын ғой, жаңағы 32 балл жинаған үшін жаңағы баланың мені өзім ақша төлеп жаңағы бір жұмалы оқуға жіберді жаңағы. Мінекей біздер қалай еңбек еттік. Мына ұстаздар соны білсін деп, бәрі жақсы болмайды ғой. Сондай бір кемшіліктер болады жаңағы. Сондай болып қалмауға тырысқандарыңыз жөн әрине. Көп рахмет. Енді біздер айтсақ ескерту өте көп әңгімелер. Шан Дүйсенғалиев, сізге де көп рахмет. Гүлжан Науқанова, Күләш Бұрынбаевна, Ақмарал Мақсатовна, мен ылғи да айтатын едім ғой. Ең бірінші бастауыш сыныптың мұғалімдеріне мен басым едім деп айтатын едім. Себебі мен есімде мына Күләш Бұрынбаевна 27 оқушыны қабылдады. Сол жылы бар ғой жаңағы бір 45 минуттың ішінде әрі ана тілін оқытады, әрі қазақ тілін оқытады, әрі көркем жазуды оқытады. Сонда бір 45 минут соған бөлу керек. Сол 45 минутта ол сабақта түсіндіру керек, ол оқушыдан сұрау да керек. Солай еңбек еткен адамдар бұлар деген. Сол оқушылары әйтеуір жақсы жетістікке жетті, көбін білемін мен. Ал енді мына келген 2 айдың ішінде айналайын Айман Кеңесбайқызы 2 айдың ішінде ойдай сатқардың. Бұл сенің жаңағы осы мектеппен үйренгенің бар, аудандық білім бөлімінде істегеніңде үйренгенің бар, сонау басқа жерде еңбек еткенің бар, солардан алған тәлімің, тәжірибең. Соны іске асырып, осындай бір өте жақсы тамаша кездесу ұйымдастырғаныңа мың алғыс саған. Ісіңе сәттілік тілеймін. Ұстаздарың әр уақытта ауданда биіктен көрінсін. Шәкірттерің олимпиада жеңімпаздары болсын. Осы мектептің атағы шықсын, осы ауылдың атағы шықсын. Сол үшін еңбегіңе тек қана жақсылық, жеміс тілеймін. Келген қонақтар баршаңызға да рахмет айтамын. Жүздескенімізге қуаныштымыз. Бізден озатын шәкірттер көп болсын. Елді сүйетін, отанды сүйетін, туған жерін қорғайтын адал азамат пен азаматша тәрбиелеуді істеріңізге тек қана жақсылық тілеймін. Рахмет көп. Пойызда кездесіп қалдым. Сосын Айман қалай қалың, жұмыс қалай деп едім. Ой, Күләш Бұрынбаевна, несін сұрайсыз? Біз Новопетровка мектебінің қазанында қайнап пістік қой дейді. Сол бір сөз маған үлкен мақтаныш болып кетті. Мен еш жерде қиналып жүрген жоқпын. Мен Новопетровка мектебінде
қазанында қайнап шыққан адаммын ғой деп. Соны мен әлгереміне сізге айтып келдім. Айман Кеңесбаевна сөйдеп айтты деп. Міне сол қайнап шыққан мектебіне қайтып келіп жатыр ғой. Менің есімде бір қызық жағдай болып тұр. Сіздер ойнамаңдар, ұстаздар, бәрі мұғалімнің өмірі бәрі не болады деп. Мен Ақмарал Мақсотовнаға керім риза боламын. Бұл кісі сондай ашық. Біз бастауыш мектептің мұғалімдері мектеп ішінде бөлек тату боламыз. Үлкен мұғалімдерге қарамаймыз. Жаңа Гүлжан Апқаның айтқан өзіміз келісеміз, мейрам сайын вечерімізді өткіземіз, ұл қыздарымыздың туған күнін жасамай қалмаймыз. Ана старшиналар олай бірге алмайды. Сендер келімсіңдер ғой, бүйде бердіңдер, сөйтіңдер деп ақыл қылайна сапар-сап күнін айтып жатады, біздер тыңдамаймыз. Соны жайымызға қарап жүрмей, бір күн Оразбайды жамандаймыз. Енді директорге жақсат жоқ міне. Осы болды ғой, ана Оразбай тағы бірдеңе ме десең, Ақмарал бізбен бірге, иә, жүр ғой не деп, сен неге қосыласың, сенің күйеуің бісің, сен жамандамайсың, мейлі жамандаймын деп, Ақмарал бізбен бірге Оразбайды жамандайды. Өмір ғой міне қызық. Соны айтып Ақмаралда есімізге алып күлеміз, Ақмарал Мақсотовна қызық еді деп. Ана Оразбайға ренжіген ғой. Иә, ол да бірдеме өзің, сен жамандамашы дейміз біздер. Сондай қызықты сәттеріміз көп болып еді. Сені көргеніме қуаныштымын, Ақмарал, сондай қуанып отырмын. Ойламайға қандай тосым сый болды? Жаңа Әділгереевна, Күләш Боранбаевна, сіздер білдіңіздер ме қонақтардың келетіндігін? Жоқ. Ана мен айтамын, орынбасар мен Ләззаттың арамдығын айтамын. Иә, мен айтпай. Мен Сапура Сакиповна звондап қалды маған. Мен бара алмайтын болдым. Қайда барасың деп. Мә сізге мектепке бізді шақырды ғой дейді. Кім шақырып жатыр? Сендер шақырып жатыр ма? Иә, біздер шақырды, біздер бара алмай жатырмық, немеремнен шыға алмай. Гүлжандар барады, Ыршан Дәміштер барады. Соны айтсам, балалы үлкен кісілге үлкейгенде бала болады деген Ләззат айтады, қой білмеймін ама дейді біздер. Ой, бір мектептің ішінде сіздерге айтқан жоқ па деймін, жоқ біздерге ештеңе айтқан жоқ қой дейді. Соны айтпа деп не болсын деген ғой енді, қызық болсын деп. Рахмет бәріне, ризамыз. Білдіңіздер ме деп сұрап жатқаным сол қайдан білейін? Келесіз бе дегесін айтып осы күнге келдік. Рахмет. Енді шәкірттеріміздің концерттік бағдарламасын тыңдайық, сосын барып балаларды сағынған ұстаздарымыз бар шығар. Шақырайық, кел. Ол сыныптың анасы, өзінің де өзгенің баласы оның баласы. Қай кезде де ол анық, қайғырмайды өз үшін. Біздер үшін қуанып, қызарады біз үшін. Күнде бестік алсан сен, онда басқа жоқ арман. Ал оқымай барсан сен, бір тал шашы ағарған. Жақсы болсаң шынында, қартаймас деп айталам. Жаңа оқу жылында жасарады қайтадан. Ұстазға әнді ардаймын, ақ тілек жырды жолдаймын, сабаққа әркез олдайын, қамқоршы бізге әрдайым. Мың алғыс саған ұстазым, білімнің шырағын ұстадың айо, ұстадың айо, ей. Оқумен жазуды үйреткен, сөзімді сансыз түзеткен, тарыдай болған оқушың, таудай болып ержеткен. Өмірден орнымды табамын, алғысты сізге айтамын айо, айтамын айо, ей. Дириди, 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 дириди. Ұстазым екінші атанам, ілтипат сізге баладан. Ұстаздық істің шебері, еңбекпен. Ғалым да, шахтер да бас етін. Ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді сенің бенең. Күтеді біздерді үміт алдан. Ұстазым, мен сені ұмыта алман, үйретем деп өмірдің ақ қарасын, ағарды ғой біз үшін қара шашың.
ел игілігі үшін еңбек етіп, жарқын болашаққа қарымды қадам жасаған ұлағатты ұстаз өмірінің қиындығымен бірге қуанышы да бар. Шәкірті биікке самғаса, ұстаздың төбесінің көкке жеткені. Білім нәрін төгетін, ғұмырын ізденіспен өткізетін барша ұстазға алғысымыз шексіз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ыбырайдан қалған жолды жалғаған, ең алғашқы кітап берген жан маған. Үйіндегі өз баласын ұмытып, бар ғұмырын шәкірттерге арнаған. Ұстаздарым біздерге жақтаған, ұстаздарым мен өзіңмен мақтанам, білімнәрін бойымызға дарытқан, ұстаз деген барлығынан жақсы адам. Басыңа бақ қонсын деп, үміт артар шәкірттері толсын деп, еңбектерін елдің бәрі бағалап, құрметтері лайықты болсын деп. Ұстаздарым біздерге жақтаған, ұстаздарым мен сіздермен мақтанам, білімнәрін бойымызға дарытқан, ұстаз деген барлығынан жақсы адам. Ұстаздар. Ұстаздарым біздерге жақтаған, ұстаздарым мен өзіңмен мақтанам, білімнәрін бойымызға дарытқан, ұстаз деген барлығынан жақсы адам. Ұстаздарым біздерге жақтаған, ұстаздарым мен өзіңмен мақтанам, білімнәрін бойымызға дарытқан, ұстаз деген барлығынан жақсы адам. Бағдарламасы осы. Жаңа ұстаздарымыз сіздердің алдарыңызда өлең оқып жатыр. Математика пәнінің мұғалімі, өзіміз ауылымыздың тұрғыны, Наурызбайдың баласы Нұршат Наурызбаевич деген. Одан қалғандарының бәрі де енді осы мектепте қызмет жасап жатқан ұстаздарымыз. Жаңа соңғы өлең айтқан апалы сіңілі Күмісай мен Аяру, Самал Жасталаптың қыздары танымай атқан шығарсыздар, есейіп кеткесін. Мына жерде тұрған Амандәулет ағамыздың қызы Арай деген осында психолог болып жасайды. Сондықтан бұнда қызмет жасайтын ұстаздардың көп тобы өзіміздің осы мектептен шыққан шәкірттеріміз. Енді тағы да қош келдіңіздер. Осы шәкірттердің сіздерге дайындаған кішкене ғана бір столымыз бар деген сияқты. Құр етпе деп, қуыс үйден құр кетпе деген қазақта сөз бар ғой. Әбет ішкен жоқпыз. Соны жерден әлі келдік. Балдардың қарны ашып қалмасын, әбет ішті ме? Болды. Мына жерде жаңа айтып атқан, мына мектепте қызмет еткен уақытымызда мұғалімдер өз алдына, біздер мектеп әкімшілігі, мектеп басшылары сондай кез болды, шаруашылықпен көп айналысуға тура келді. Соның ішінде жаңа айтып, мына осы ауылдың, өзіміздің осы елдің тұрғындары, жаңа айтқан мынандай, енді мына жердегі 2 Ош 60 дейді мектеп, сонда 21 пеш болды. 21 пеште 4 адам таңғы сағат 4:30-да тұрып жағып, балдардың жағдайын жасады. Бәріміздің жағдайымызды жасады. Соның ішінде Әлима апай бар еді, осы елде ме, ол бар ма? Кетіп қалды ма?
Күнсұлу осында ғой да? Вот міне. Вот біз сол кісілерге алғысымыз шексіз. Сол кісілер таңғы 4:30-да келеді, 21 пештің бәрін жағады, көмірлерін тасиды. Енді Күнсұлу кішкене сырқаттанып қалды деп былай білеміз. Сол мүмкін сол жұмыстың ауырлығы болар. Салқын су, соныменен полды жуады, соныменен бүкіл тазалығымызды, біздің жағдайымызды жасайды. Жаңағы 100 баланың жағдайын жасайды, тазалығын қарайды. Оларды да осындай бір мерекеде естерімізге алып, құрметтеп, қастерлеп, қатарымызға алып жүрейік. Осы жерде болсын оларда, болашақта. Олардың еңбектері ерен. Сондықтан екінші жаңағы тағы бір айтайын дегенім, біздің осы Қуағаш орта мектебінде қызмет еткен көптеген ұстаздар басқа облыста қызмет етті, ауданда қызмет етті. Енді жаңағы осы жерден шыққан мұғалімдердің еңбекке деген алғырлығы, білімділігі, табандылығы, талапшылдығы сондай. Біз мысалы Орал қаласында Сайлау Хамидуллевич, Сапура Сахипна, Бақтылы Тұтқабаевна, оларда зейнеткерлікке осыдан біраз жыл бұрын шықты, бірақ сол мектеп басшылары соларды зейнеткерліктен кейін әлі күнге дейін мектепте ұстап жүр. Күні кеше ғана енді оның алдында заң болды. Мына зейнеткерлікке шыққан мұғалімдерді босату керек, жастарға орын беру керек деп. Жоқ, сол мектеп басшылары солардың еңбектерін бағалап, қалалық білім беру бөлімінде, облыстық білім басқармасында солардың еңбектерін көрсетіп, мен мұнам ұстаздан айырылмаймын, бұл ұстаздар керек, олардың еңбектері мынандай деп. Қаланың өзінде, сіздер енді қалада конкуренция қандай екен білесіңіз ғой. Сондықтан сол ұстаздар, жаңа Бану Мырзашева, Салтанат Сагемовна, олар әлі еңбек етіп жатыр. Үлкен лауазымдағы адамдар. Соның барлығы осы жерден, осы коллективтен шыққан, осы ұстаздармен қатар еңбек еткен лайықты адамдар деп білеміз. Енді тағы да жаңағы мұнда отырған ұстаздар, сіздер де болашақта осындай дәрежеге жетіңіздер, лайықтысыңыздар. Бұл мектепте, ауылдық мектебінде еңбек еткен мұғалімдер қаланың қандай түкпіріне барса да еңбек етуге болады, жетістікке жетуге болады. Бірақ ол үшін осындағы басшылардың талабын, мемлекеттің талабын орындауымыз керек. Сонда ғана ерінбей еңбек етсе, сонда үлкен жетістікке жетеді. Ол тегіннен келмейді. Ол жаңағы Сайлау Хамидуллевичтен немесе Бақтылы Тұтқабаевнаны олардың жаңағы дипломдарын қарап, жастарын сыйлап жатқан жоқ. Олардың еңбектерін сыйлап жатыр. Қала мектептерінде қазір 50 мектеп бар, бәленбай мыңдаған мұғалім бар, конкуренция көп. Соның ішінен зейнеткерлікке шыққан ұстаздарды ұстап тұру, мысалы, ол үлкен жаңа күш керек. Енді ұстаздар, сіздерге тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір істеріңізге сәттілік тілеймін, әрбір сабақтарыңызға сәттілік тілеймін. Қазіргі мынандай мүмкіндік көп уақытта балдарға, оқушыларға беретін білімдеріңіз, әрбір сабақтарыңыз әр түрлі болып жетістікке жетсін. Қазір мына жасанды интеллект деп жатырмыз. Кеше президенттің өзін күні кеше ғана айтты да, мына ұстаздар күнінде жасанды интеллектіні цифрландыру, мектептен кіргізу керек дейді. Сіздер соған атсалысу керексіңіз. Сіздер соны орындайтын да сіздер. Біздердің кеше мына пандемия кезінде біз, мен өзімнен бастайын, ана онлайн сабақ кезінде өзіміздің қаншалықты мына инновацияны білмейтініміз, былай айтсақ, компьютерді білмейтініміз бәрімізден көрінді да, неше түрлі жағдайларды көрдік. Сонда жаңағы жастар, студенттер, барлығы мына IT маманда оқып жатқан студенттер, өзіміздің студент, солар біздерді оқытты. Ағай, мынаны былай істейсіңіз, мында кіресіңіз, мынаны программаны былай саласыңыз деп. Яғни
заман ертең болашақта жасанды интеллект, цифрландыру, сол мамандықтар, соның заманы келатыр. Барлығымыз содан қалып қоймай, қалып қойсақ, мына сәбилер ертең көптен көштен қалып қояды. Сіздерге сәттілік тілеймін. Айман Кеңесбаевна мына көптеген жерлерде қызмет етті. Жаңағы аудандық білім бөлімінде, одан қаладағы жаңағы төңірегіндегі үлкен мектептерде тәрбие жұмысын басқарды. Сол тәрбие жұмысын басқарғанын көрсетіп, мына жерде әлі күнге дейін тәрбие жұмысын жүргізетін өзі жүргізіп тұр. Тізгінді бермеген екен. Сол ана рухы көрініп жаңағы сондай екен, келесіде бер, үйрет, басында жүрме, осыларды үйрету керек деген ойдамын. Сәттілік тілейміз тағы да. Енді сіздің мына атқарған жұмыс мен енді мынандай болады деп ойлаған жоқпыз. Енді басымыз басқа бірдеңеде ойлап келатыр. Жолшыбай телефонмен жұмыс жасап келатырмыз. Мынандай қылып жаңағы неше түрлі мына біздің шәкірттерімізді тауып жерден одан жаңа қаншама еңбек, қаншама оған жаңағы логика керек. Онда қаланың әкімі, Орал қаласының әкімі, содан жаңағы интервьюсын жаңағы несін алу, біздер Орал қала мен жаңағы Мұрат Болатұлына кіру үшін 10 күн бұрын жазыласын. 1 минут уақыт жоқ онда. 10 күн сөзіңіз аузыңызда мектебіңізге шақырсаңыз келем деді. Сол 10 күн бұрын жазылғанда үйті айтып атады көмекшілері, босамай қалды деп. Жаңа бір міне сол кісі ана жерде жаңа қарап отырым, бізге емес 3 минут уақыт бөлді. Ана интервьюс 3 минут екен. Сіздің еңбегіңіз, ауылға деген сол кісінің құрметі. Ол кісі осы жерден шықты. Оның сыртында осы мектептен жаңа айтып атқан талай үлкен мемлекеттік қызметте жүрген біздің шәкірттеріміз бар. Ол жаңағы Ержан Рысжанұлы, ол жаңағы Талғат Боранбайұлы. Біз жаңа сіздердің көргендеріңіз. Осының барлығы да осы шәкірттердің жаңағы Мариям біздің университетте жұмыс жасайды, әріптестеріміз. Тағы сондай үлкен жаңағы қызметтегі адамдар бар. Сондықтан сіздер, мына ұстаздар қауымы болашақта осындай сіздің шәкірттеріңіз болады. Сіздердің шәкірттеріңіз одан да асады деген ойдамыз. Рахмет. Енді бәріміз келіп фотоға түсіріп алайық. Бәріңіздің де еңбегіңіз бар. Ұстаздарым, мен бүгін жоқ болдым. Ұстаздарым өздері дайындады осының бәрін. Келесі дізгінді енді береміз жаңа Оразбай Базарбаевич айтқан.